каналымызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында пеште пісетін жұп-жұмсақ күлше нандар пісіретін боламыз. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып, сүт, сары май ерітілген ашытқымызды салып, араластырып аламыз. Және тұз, қант салып, араластырып, елекштен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны 1 сағатқа бетін жауып қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, бөлшектеп алып, әрқайсысын өлшеп аламыз. Өлшеп алып, оны кішкентай күлше нандар жасайтын боламыз. Жасап, оны бетін бойын алғанша аз уақытқа қойып қоямыз. 160 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз.